Баршаға сәлем достар. Анаға қош келдіңдер достар. Достар, бүгін біз барлығымыз дәрігерге барадық. Короче, бәріміз ауырып қалдық. Бәріміз болғанда аяла ауырып қалды. Ұлжан, Каусар біраздан бері жөтеліп жүр барлығы. Соны дәрігерге көрсетейін деп жатырмын, себебі бастары да ауырып жатыр. Я Мұстафаны қалдырып кеттік. Бану болса неге барады? Ағылшынға барады. Бағып тексеріліп қайтамыз енді. Достар, біз деген поликлиникаға. Неқа жүр, неқа? Неқпен? Ана жерде тағы бар. Поликлиникадан шығып, үйге қайтып, Ұлжанды айтпақшы. Үйге қайтар жердің себебі мен Мұстафаны сыртынан жауып кеткен ғой. Тез барамда қайтам деп бірінші Ұлжанды көрсеттім да, дәрігерге сөйтіп, оны үйге қайтар жерді. Өзіміз асықпай қайтамыз деп. Достар, мына жерде кетіп бара жатсақ, көйлектер көп қой. Соның біреуін Каусар ұстап алам дейді. Әне ұстап алды достар. Біздің айттым ғой, Каусар деген көбелекті мықты аулайды ғой, тағы ұстайын деп тұр ғой. Тонсын да? Мына жақта көп ұшып жүр ғой. Ұстай алмай жатыр. Біреуін ұстады, екіншісін. Қазір! Кеттік, ұстай алмасаң жүр енді. Тағы шығатын шығар алдыңнан. Мына жерде өткен-кеткеннің бәрі бізге қарап кетіп жатыр. Не істеп жатыр мыналар? Көбелек көрмеген шығар. Ойбай, көбелек көрмеген шығар деппін ғой. Көбелек өмірінде көрмеген ба деп жатқан шығар бізді. Жүрген жерімізде телефонымыз қолымыздан түспейді ғой. Блогер болғаннан кейін, я? Қызым, я? Так, үйге келдік. Сөйтіп, Бануда не істеп тұр да? Келіп тұр екен. Шебін ұмытып кеткен ғой. Сөйтіп, жоғардан үстіп басасын, илес келеді. Сонымен күтіп аласың ғой, короче. Келді. Қорқып жүрмейді. Ва! Бүйтім қорқпадың ғой. Қорқама десем сені. Шақырдым ғой мен? Достар, бізде осындай болады. Біздің Мұстафаға жаңа бутылка сатып алдық, достар, деп па. Біздің Мұстафа әлі сүт ішет бутылкамен. Білмейміз, осылай, бля, не істедім мен? Ол ше, осылай сүт ішкенді жақсы көреді бутылкамен. Бакалға құйып берсең, ішпейді. Мына мен өзі рахаттанып, ыстық суға салу керек қой бірінші деген. Су қайнасында, суды қайнатайық, ыстық суға салайық. Сөйтіп барып ішесің. Папасы келіп еді, анамнан алып келген ғой үйге. Енді қазір сүтті жылтып, жоқ, бірінші мынаны ыстық суға салып, одан кейін мынаны жылтып, одан кейін мынаған құйып беру керек. Әй, мен қызым жұмысы ауыр ғой, қараңдар, мынандай жұмыс істейді бұл. Жаным, апар бар. Ана жаққа апар шай ішеміз. Біз таңғы ас ішпей поликлиникаға кеткенбіз ғой, азында. Сонымен келеміз дегенше 11-ден асып кетті сағат. Достар, мынау қандай тамақ деп ойлайсыздар? Бұл кеше лағман болған, ал бүгін андай ботқа болып тұр ғой, короче. Суын аз құйып қойғанымда негізі сорпасына ал. Сөйтіп, бүгін қарасам су жоқ кеткен ғой. Енді осыны қазір жылтып жейміз ден амал жоқ. Осындай жағдайларда болып тұрады өмірде. Бірақ ештеңе етпейді. Жейміз енді осыны қазір. Ал достар, бізде влогтың бүгін екінші күні. Бүгін біз Ұлжанға шопинг жасайын дедік, кішігірім, үлкен емес. Ұлжанның жаздық киімдері жоқ еді, сонымен базарға келе жатырмыз. Ұлжан мода көрсетем дейді. Қалайын деп жүрген мода.
Позор шығарып жатыр ғой. Мағыз кеттіге жүр. Киім көрейік бұл. Позор шашады ғой бұл мен жүрсем ше. Адам жынды қылады. Киім жаққа келдік. Нағызға ертелі киімді алып. Киім алғанда көп киім емес, бір 2 шорты ма, 3 шорты ма алады. Үйге киетін шорты. И сыртқа киетін бір шорты алады. Мындай көйлектен өткенде мен Кәусарға алып бердім. Осы сияқты типа. Тағы тұр екен. Әдемі. Дәл осындай свет біреуін алып бергем. Кән? Жазға. Юбка ма? Иә. Мөлі. Достар, біздің Ұлжанның вкусы осындай. Осындай юбкалар кигісі келеді екен. Кән, қысқа емес пе, желге ашылып кетпей ма? Машина бар, жена. Қоты сияқты кешеді. Шорты бар. Көрсей. Шорты бар. Кән. Бұлар тым кішкентай емес па, қызым? Ой. Çok kішкентай сияқты. Ол да кішкентай сияқты. Достар, терлеп кеттім, қараңыздаршы. Тала деген жанып тұр. Бірінші магазин, екінші магазинге келдік, әлі дым таппадық. Наурыз мен өзіме киім алып кеткенсің ғой. Нағызға дым ұнамайды. Осы жерден қазір табылған аласын деп отырмын енді. Достар, біз деген алдық киімімізді қазір үйге барып распаковка чек жасаймыз. Бірақ уже тамақ істейтін уақыт болып қалды да. Көреміз, түнге қарай істейміз, я? Распаковканы, я? Барғаннан кейін шашып тастама. Осылай пакетпен апарып, шкафқа салып қоя. Себебі тамақ істейтін уақыт болып қалды. Қазір мен үйде барып түсірем деп отырмын, тағы уақыт кетеді. Ал достар, біз тамақ шайымызды ішіп алдық. Енді сіздерге уәде бергеніміздей распаковка чек жасайын деп жатырық. Ал, неден бастайсың бірінші? Сіздікі? Бұл менікін көрсетпей ақ қой. Үй Үйім, я. Менің шортиым. Мынандай шорты алдық. Светі деген сұр түсін. Онша білінбей тұрған сияқты. Сұр түсін алдық. Мен үнемі ашық түс алады екем. Ақшы дереу андай болып қалады. Дақ болып қалады. Сондықтан осы жыл айттым Ұлжанға кішкене кір көтеретін түс алшы, пожалуйста дедім. Сомен ана дақ тисе бар емес па, ана кетпей қалады кейде ше, сосын ескі сияқты болып көрініп қалады. Сондықтан да осындай сұр түс таңда дедім. И таңдады Ұлжан осыны. И бұның үсті бар, я? Сондай. Үсті осындай. Двойка, я. Жалғыз ағаннан двойка алған кішкене выгодна екен, достар. Сосын бізде осындай үй киіміндегі шорты. Бұл шорты розовый түс. Мынау деген. Розовый түс шорты. Кішкене ұзындауын ал дедім, себебі енді сен өсіп қалдың деп ұзындауын алғыздым. Мынау Кәусарға. Мынау Кәусарға шорты. Осындай. И келесі бізде осындай. Тоже двойка, я? Я двойка осындай розовый. Мынау бізде кофтасы. Не? Мынау басқаша розовый да, бір розовый дейді, розовыйға ұқсамайды мынау, я? Бір кішкене жабық розовый ма, бір басқаша розовый? Жабық емес, өте ашық розовый. Білмеймін әйтеуір, басқаша розовый. Мынау бізде кішкене қандай розовый. Сондай ма? Я. Мынау жеңіл, матасы жеңіл. Мынау бізде бір жерге шыққанда, типа қыдырасың ғой, күнде осындай шорты алды. Я, бұл сыртқа шыққанда, қыдырғанға, теңізге барғанда, я? Я. Бұлай шыққанға ғой, осындай. Мынау бізде осындай кофтасы. Двойка тоже. Біздің қыз көлік, ашы юбка вообще алмады. Сосын бізде ең кішісі, осындай теңізге барғанға, осындай ашки. Алып берді. Мен ғана теңіздің астында бассейнде көзімді ашып жүремін ғой. И сосын ашиды да көзін. Аша бергеннен. И сосын мен осындай очки алдым деп жүрген. Сөйтіп алдым мен. Мынандай очки алдық, достар. Сонда бір түрлі.
күшті екен. Білмеймін енді. Киіп көрші енді. Қан болмай ма екен? Киме қойш. Неге шашын бүлдіріп тастай ма? Онда киіп көрейік та енді. Наныма киіп бамыда. Иә, бәрін кесе міне алғандар осы. И мынау двойка. Мынау шорты, и мынау двойка. И анау тұрған ол Кәусәрдікі. Ал достар, дайынсыздар ма? Міне біздің Олжанның двойкасы. Мынандай жылтырақ негізі. Тойский варианттағы нені алды ғой. Мына бізде свет ше, Славида онша анық көрінбей жатыр. Светі қатты аппақ емес, бежевый түс. Міне. Арт қараш. Осындай достар. Міне осындай әдемі, жылтырайды. Бұл күндіз ана қатты жақта әдемі жылтырайды достар. Әдемі. Иә. Осыны таңдарды негізі аппағын таңдаған еді. Мен кішкене аппақ емес, кішкене бежевый лауын таңдашы дедім. Мама розовыйын таңдап жатыр. Қойшытынды. Розовый да әдемі еді. Бұл адам үшін андай дейді ғой. Қош кимеймін, пекмей болып дейді ғой. Соңында бірақ бәрібір розовый киім алдың ғой біреу. Давай келесісі. Вау, әне достар, екінші образ бізде осындай розовый киім достар. Құтты болсын, үстіңде тосын. Давай. Үшіншісі. Әне достар, мынау соңғы образ біздегі үйге киюге осындай двойка, сұр түсті. Арт қарай ғой. Үй киім бұл достар бізде. Қалай сіздерге? Қайсысы ұнады? Біз мына шорттың кофтасын алған жоқпыз. Бұнына кофтамен ауыстырып киюге болады. Үйде бар ғой тағы футболкалар бар. Басқа футболкалар бар, сонымен киюге болады. Иә. Бұл енді нәлі. Үйге киюге. Ұнады маған. Қайсысы ұнады достар? Маған ұнады. Сөйтіп бәрі ұнайды маған. Ал достар, келесі видеода кездескенше сау болыңыздар, лайк, подпискиді аямаңыздар. Всем пока!